Бүгін біз сіздермен бүйрек ауруларын зерттеу әдістері жайлы айтатын боламыз. Жалпы науқастың 80% дұрыс диагнозды қоюға рұқсат беретін ол бізде ең бірінші анамнез. Ол бүйрек болсын, жүрек болсын, немесе басқа да жүйе аурулары болсын. Бүйрек ауруларын зерттеу кезінде анамнездің ерекшелігі біз бірден артериялық гипертензия, туберкулез, қантты диабет, жүйе аурулары, яғни жүрек қан тамыр, тыныс алу жүйесі немесе ас қорыту жүйесінің аурулары сияқты жүйелердің аурулардың бар жоқтығын анықтап алуымыз қажет. Созылмалы іріңді ошақ немесе қатерлі түзілістер, яғни қатерлі ісіктер бар жоқтығын анықтап алуымыз қажет. Егер де мысалы қантты диабет немесе артериялық гипертензия анықталатын болса, біз арғы қарай анамнезді, яғни қандай дәрілер ішеді, ол дәріні уақытылы қабылдап жүрді ма, қандай дозада, арасын үзіп ішті ме немесе үздіксіз ішті ме, солардың барлығын анықтауымыз қажет. Егер бізге түскен пациент кішкентай бала, яғни 18 жасқа дейін бала болатын болса, екпелері уақыты салынғандығын анықтауымыз қажет. Одан кейінгі бізде қай жас болмасын аллергоанамнез, яғни қандай дәрілерге аллергиясы барын немесе басқа да аллергия тарихын білуіміз қажет. Және зиянды әдеттер, яғни арақ, темекі, наша сияқты заттар бізде маңызды рөлді атқарады. Соны да біз анықтап алуымыз қажет. Келесі, науқас түскен кезде көбінесе қосымша шағымдармен түседі, яғни қосымша шағымдар дегеніміз барлық ауруда кездесуі мүмкін. Яғни әлсіздік, бас ауру, ауырсыну, тәбетінің төмендеуі бізде мысалы іш ауырса да немесе инфекциялық аурулар болса да осы шағымдар кездеседі, яғни бүйректің өзіне нақты тән емес шағымдармен келеді. Бел ауырсыну мысалы ол ұйқы безі ауруларында да болуы мүмкін, немесе омыртқа патологиясы кезінде де бел ауырсынуы мүмкін. Ал зәр шығару кезіндегі ауырсыну көбінесе бізде зәр шығару жолдарының инфекциялық ауруларында кездеседі. Яғни осы сияқты шағымдарға біз зер салып негізгі шағымдарды айырып алуымыз қажет. Бүйрек патологиясы кезінде, бүйрек аурулар кезінде негізгі шағымды көбінесе анықтау оңайға соқпайды. Көбінесе науқастар айтып өткеніміздей қосымша шағымдармен келеді. Келесі объективті тексеру, яғни бала болатын болса немесе қарт адам болсын, кез келген пациент келсе басынан аяғына дейін қарап, жасына сай жетілген бе, терісін ұстап тері жабыны құрғақ па, ылғалды ма, және де терінде қызыл жолақтар, яғни стриялар бар жоқтығын анықтауымыз қажет. Бүйрек аурулары келетін кезде 3 негізгі зерттеуді жасауымыз қажет, яғни қан қысымын өлшеуіміз қажет. Қан қысымын өлшеген кезде адамның тұрақты қан қысымын білуіміз қажет. Мысалы, кейбір адамдар үшін 90-да 60 ол тұрақты қан қысымы болуы мүмкін. Немесе кейбір адамдар үшін 150-де 100 ол тұрақты қан қысымы болуы мүмкін. Яғни қатып қалған бүкіл әлемдік 120-да 80 дегенді ғана алмай, біз исключение жасауымыз қажет. Ісінуді анықтауымыз қажет. Бүйрек ауруларының көбісінде ісіну болады, болмауы да мүмкін бірақ. Яғни аяғын басқан кезде сол жерлерде ізі қалып кететін болса, бұл бүйрек ауруларына тән ісіну. Және де көз түбіне қарауымыз қажет. Көз түбінде көбінесе, мысалы, қантты диабет кезінде бүйректің қан тамырларын бұзылса ауруларында көз түбіне қан құйылу болады. Яғни сол үшін біз көз түбін қарауымыз қажет. Осы үшеуі бізге негізгі бүйрек патологиясын анықтауға көмектеседі. Келесі енді бізде біз анализдерге келейік, яғни науқас түсе салысымен біз жалпы қан анализін және де жалпы зәр анализін аламыз. Жалпы зәр анализіне талдау жасайтын боламыз. Яғни макроскопияда біз көзбен көрген кезде, ал микроскоппен зерттеген кездегі өзгерістер. Қалыпты жағдайда макроскопия зәрге қараған кезде түсі сарғыш, сабан түсті болуы керек. Ал бүйректің қызметі төмендегенде мінекей түссіз болуы да мүмкін деп қойған.
қызыл түсті болуы қай кезде тән, яғни бізде бүйректің қан тамырларының ішінде эритроциттерді, белоктарды ұстап тұратын аппарат бұзылған кезде зәрге эритроциттер қосылып кетеді. Оны біз макрогематурия деп атаймыз. Мөлдірлігі. Қалыпты жағдайда мөлдір әрі көбігі аз болу керек. Егер мөлдірлігі бұзылатын болса, онда ол қабыну ауруы. Ал егер көбігі көп болатын болса, белоктың көп екенін дәлелдейді. Яғни зәрге қараған кезде беті көпіршікті болып тұратын болса, онда белок көп шығып кетті. Тығыздығы 10-15-1025 аралығында, несеп реакциясы қышқыл 4-5 pH, белок қалыпты жағдайда 0,33 грамм литрден болу керек, яғни текіздері болу керек. Одан көп болатын болса, нефритикалық синдромға кетеді, яғни бүйректің синдромдары. Глюкоза қалыптыда болмау керек. Енді микроскоппен қараған кезде лейкоциттер ерлерде көру аймағында 3-4, әйелдерде 5-6 болу керек. Одан көбейіп кетсе, лейкоциттердің саны жоғарылап кеткені. Лейкоциттер мінекей, нейтрофил, лейкоциттің құрамында нейтрофил, базофил, эзонофил деген сияқтылар болады. Яғни нейтрофил болса бактериялық инфекция, ал лимфоцит болатын болса иммундық қабыну ауруы деп жазылып тұр. Эритроциттердің саны қалыпты жағдайда ерлерде болмау керек, әйелдерде көру аймағында 0 немесе 1. Келесі цилиндрлер. Цилиндрлер бұл бағанағы қабатының үзіліп түсуі сияқты болады. Оның да 4 түрі бар: гиалинді, балауызды, қан цилиндрлері, эпителий цилиндрлері, түйіршік цилиндрлері. Кешірім сұраймын, 5 түрі болады. Яғни бұны арқарай оқып аласыздар. Эпителий клеткалары, міне 3 болады. Бұлар жалпақ эпителий, ауыспалы эпителий, призма тәрізді. Жалпақ эпителий сыртқы жыныс мүшелері немесе үрпіден түседі, яғни ішкі мүшелерге қатысы болмайды. Ал ауыспалы эпителий ол көбінесе несеп жолдарынан түседі деп тұр. Несеп. Призма тәрізді бүйрек өзекшелерінің эпителий клеткалары бүйректің жедел және созылмалы ауруы, қызба, уланғанда жұқпалы ауруларда пайда болады. Яғни біз зәрде эпителий клеткаларының қай түрі кездескеніне байланысты дифференциалды диагностика жасап үйренуіміз қажет. Несепті бактерияларды айтып өтейінші мен. Бактериялар қалыпты жағдайда да кездесуі мүмкін, бірақ бірен-саран. Біздің ағзамызда өзі микрофлора болады ғой. Ал негізінен анализді дұрыс алуымыз қажет, яғни жыныс жолдарын дұрыстап, тазалап, жуып, шайып, одан кейін ғана біз несеп анализін алуымыз керек. Егер бактерияларды біз бағанағыдай асығыс немесе тазаламай, жумай алатын болсақ, бактериялардың саны ол кезде де көп болуы мүмкін. Соны ескеру қажет. Бас салып бактериялар көбейіп кетті, мынада бағанағыдай инфекциялық ауру деп емдемей, оны анықтап алуымыз қажет. Несепті бактериологиялық зерттеу, яғни біз Нечипоренко, Зимницкий, Адискаковский сияқты әдістермен аламыз. Яғни Нечипоренко әдісі таңертеңгі несептің 1 мл-інде бізде эритроциттер 1000, лейкоцит 2000, цилиндр 220-дан аспау керек. Ал Адискаковский әдісінде біз тәулік ішінде қанша эритроцит, лейкоцит бөлінді, соны біле аламыз. Ал Зимницкий сынамасына келетін болсақ, ол тәуліктік зәрді 8 рет бөліп жинаймыз, яғни таңғы 9-дан келесі күнгі 9-ға дейін 8 рет бөліп жинаймыз. Бұл негізінен салыстырмалы тығыздығын, күндізгі зәр мен түнгі зәрдің айырмасын, соларды анықтап аламыз. Және де мына жерде жазылып тұр мұны, 2 литрден көп болса полиурия, 0,5 литрден аз болса олигоурия, яғни аз шығып жатыр, ал 50 мл-ден аз болса анурия, зәр тіптен шықпай жатыр деген сөз. Одан кейін біз бүйректі зерттеген кезде қан анализіндегі креатинин мен мочевинаға назар аударуымыз қажет, және де шумақтық фильтрация жылдамдығына. Шумақтық фильтрация адамның бойы мен жасын креатининге бөлген кезде шығады. Бұл креатинин, мочевина, шумақтық фильтрация жылдамдығы өте маңызды рөлді атқарады. Бұдан бөлек біз инструменталды әдістер, яғни бүйректің УДЗ-сын, экскреторлы урография, цистография сияқты әдістерді қолданамыз. Ол инструменталды әдістерге жатады.
және де бүйректен биопсия аламыз. Бірақ негізгі бізде диагнозды уже жоспарлап нақты қоюға көмектесетін осы әдістер. Назарларыңызға рахмет, сау болыңыздар.